жұмысың қалай? Сол, жаңадан жұмысқа бастық келген ғой. Содан қиындап кетті жұмыс. Өзінде ше қандай? Менікі сол баяғы жұмыс қой. Айтпақшы ана Динара бар еді, біздің сыныптағы ше? Иә, оған не болыпты? Сол білесің бе, страшно болып кетіпті ғой. Неше түрлі қымбат жобаларды киіп история салады ғой. Қой, ана Динара ма? Айтпақшы ол жақында ғана театрға гардеробщик болып жұмысқа тұрған, келген адамдардың бәрі шубаларын фотоға түседі ғой, киіп алып. Бәсе, ол жарыңыз қалай тез байып кетті деп қоям. Қоғынбайсың, я осы сен. Қайдан білейін енді? Сабина, не жаңалық? Сол жаңалық жоқ, сабақ үй. Өзіңнен не жаңалық? Ой, кеше дүкенге бармаймын ба азық-түлік алуға? Барлығының бағасы одай болып кетіпті. Я, қазір заман ауысқан ғой, бәрі қымбаттап кеткен. Бұрында жұмыртқа 10 теңге еді, қазір 60 теңге болып кетіпті. Я, Айбике, Тауық пен Әтеш ажырасып кетіп, олардың алиметін біз төлеп жүрген жоқпыз ба случайно? Маша, бірақ сен де әңгімені қатырасың, я? Кеттік. Апа, менің оң құрса не болады? Әй, онда сенің жолың болады? Ал сол оң құрса не болады? Сол қолың қышса, ақша табасың. Оң аяғың құрса не болады? Оң аяғың қышса, жолың болады. Сол аяғың құрса не болады? Онда сен оны қасисың. Ал онда арқам құрса не болады? Әй қызым, саған онда тезер адам моншаға түсу керек қой?